Армысыз қадірлі жанкүйер, көптен күткен жеңіс құтты болсын. Әрине, Қазақстан құрамасының жеңетінін іштей сеніп тұрсақ та, бәрібір қуанышымызды жасыра алмаймыз. Өйткені бұл жеңісті біз 11 жыл, 7 ай, 18 күн күттік. Осы матчтың алдында арнайы есептеп 2013 жылдың 7 қыркүйегіндегі Фарермен жеңістен кейінгі біраз жеңіссіз аралықты есептеп көрген едік. Міне соның орны толды. Лихтенштейн, Қазақстан 0-2. Енді осы ойын туралы аз-кем шолуымызды назарларыңызға ұсынамыз. Еске салайық, алғашқы жеңімпаздар сыйлығын алып үлгерді. Ендігі кезек сенікі. Ұлттық спорттық сарапшыда жұлдыз жанғандар сыйлықтарын алып кетті. Дегенмен сенің әлі мүмкіндігің бар. Келесі ойнатылымдар 27 және 31 наурыз күндері өтеді. Сен Apple AirPods Pro, Sony PlayStation 5 Slim, Samsung Galaxy S24 FE ұтып ала аласың. Одан да көп нәрсе ұтып алғың келсе, футбол матчтарына болжам жаса және Toyota Camry үшін күрес. Болжамдар қазірдің өзінде бар. Дәл қазір тіркел және ұт. Сонымен, шынында да Уэльстен жеңілетініміз, Лихтенштейнді жеңетініміз, сыртылаңнан кем дегенде 3 ұпаймен қайтатынымыз алдын ала болжанды. Сондықтан Әли Әлиев осы 2 матчқа ғана бас бапкердің міндетін атқарушы десек те, оның жазға іріктеу ойындарына, тіпті осы іріктеу циклына түгелдей жауап беретіні белгілі болған сияқты. Уэльстен кейінгі түсіп кеткен көңіл күйіміз сәлде болса көтерілді, бірақ дегенмен барлық қалауымыз орындалды, барлық кетіктің орны толды дей алмаймыз. Екінші ойынға Әли Әлиевтің құрамға қатысты біраз өзгерістер жасайтыны белгілі болды. Өйткені жалпы орталық артқы жартылай қорғаушылардың ойынына, латеральдардың ойынына, сондай-ақ шабуылдақ ойынға да Уэльске қарсы көңіліміз аса тола қоймаған еді. Бұл жолы негізгі өзгерісті Әлиев қақпадан бастады. Әрине, Александр Заруцкий Уэльске қарсы жаман ойнаған жоқ, бірақ бәрібір осы Уэльске қарсы ойында да, одан кейінгі Лихтенштейнге қарсы ойында да жанкүйерлер былай айтқанда Мұхамеджан Сейсеннің шығуын талап етті. Және Сейсен шықты да құрғақ матч өткізді. Бұл өте жақсы статистика жөнінен алғанда өте жақсы ойын болды. Естеріңізде болса, Мұхамеджан Сейсен құраманың 3-ші қақпашы ретінде шақырылып жүріп, 2021 жылы Солтүстік Македонияға қарсы ғана 2-ші таймда шыққан еді, Покадиловты алмастырған еді, бірақ ол кезде алаңнан 22 минутта Сержан Мұжықов қуылып кеткендіктен Қазақстан құрамасы былай айтқанда жардың алдында, жардың ернеуінде тұрған еді. Сондықтан 2-ші таймда Сейсеннің қақпасына 1 емес 3 гол кіргенін былай айтқанда заңдылық ретінде қабылдағандаймыз. Ол ойында 0-4 есебімен жеңілген. Содан бері міне Мұхамеджанға мүмкіндік берілген жоқ. Бірақ енді Лихтенштейнмен ойында жүрегімізді аунатты демесек те бір қорқытқан 2 мүмкіндік болды. Бірінші таймда екеуі де Сейсеннің қолына тік барып түсті. Одан ары қарай біздің қақпашыда аса бір үлкен жұмыс болды дей алмаймыз. Статистика тұрғысынан алған кезде Мұхамеджанның өзі үшін психологиялық тұрғыда нығайта түсетін жақсы матч болды дей аламыз. Сондықтан жалпы біз қазіргі қақпашы мәселесінде ұлттық құрамада аса алаңдайтын сияқты емеспіз. Өйткені Стас Покадилов негізгі құрамда шығуы мүмкін еді, бірақ ол кейін Қазақстан футбол федерациясының баспасөз қызметі түсіндіргендей, Шенген визасын уақытылы дұрыс жасап үлгермегендіктен осы екінші ойынға қала алмайтыны белгілі болған екен. Сондықтан осы жолы Сейсен, Заруцкий және Анарбеков қақпашы ретінде тіркелді де таңдау Сейсенге түсті. Демек, осы 3 қақпашыдан бөлек, тіпті Покадилов 4 қақпашыдан бөлек, Дулат Талыспаевты енді болашақ құраманың қақпашысы ретінде қабылдасақ, бірінші лигада Шацкий барын ескерсек, жалпы біз қақпашы мәселесінде аса бір қатты жер сабалай қоймайтын сияқтымыз. Сондықтан Мұхамеджанның былтыр Астанаға 3-ші қақпашы болып келіп, арада бір маусым өтер өтпесте ұлттық құраманың негізгі құрамында шыққан үлкен жетістік және үлкен еңбек деп санаймыз. Сондықтан алға Мұхамеджан дегеннен басқа айтарымыз жоқ. Енді жалпы ары қарай жазғы күзгі ойындарға дайын болуы тікелей өзіне байланысты. Қорғаныста үлкен өзгеріс бола деп күткен едік, бірақ бір ғана ойыншыны алмастырды. Сол Вараговский, Әліп, Маричкин, Быстров 4-тігі орнында қалды да, Еркін Тапаловтың орнына Сұлтанбек Астанов шықты. Және күткеніміздей осы әсіресе оң қапталдан Сұлтанбек Астанов өте көп шабуылдады. Негізі Лихтенштейнге қарсы ойында біз жалпы 3 орталық қорғаушы
деп былай шартты түрде атағанымызбен Быстровтың көбінше оң қапталды жауып жүргенін де көрдік. Демек, жалпы бапкердің латералдарды тәуір пайдалану идеясы жүзеге асты деуімізге болады. Бірақ бір есептен Вараговский мен сол қапталда ойнаған Самородов бір-біріне кедергі жасап қалған сәттерде аз емес. Мұны алдағы уақытта Әлиев бізден жақсы ескереді деген ойдамыз. Артқы жартылай қорғаушылар түгел өзгерді. Өткен ойында Уэльске қарсы ойында Тағыберген мен Мұжықовтың ойынына жұрт разы болмаған еді. Тіпті Тағыберген аса психологиялық қысым жағдайында пенальти соқса да пенальтиді дұрыс соғылмады деп олқысынғандар көп болған. Бұл жолы капитан қосалқы құрамда қалды да Жуков шықты. Және Оразов шықты. Бір есептен Оразовтың былай таза артқы жартылай қорғаушы ретінде шегіне ойнамайтынын бәріміз сездік. Бірақ ол өзін-өзі зиян істеп алды. Яғни бірінші таймның ортасында сары қағаз алып алды. Ары қарай мынандай аса бір қатаң күрестерге кірісе алмады. Дегенмен ойынның жалпы барысына Оразовтың динамика қосқаны анық. Оның соңғы кездерде Силкеборгтың негізгі құрамына іліне алмай жүргенін білесіздер, және тіпті кейінгі ойындарға шықпай да қалған еді. Сондықтан жалпы ойын алдында Әлиев айтқандай, Оразов өзінің қатесі қай жерде, қай тұста екенін түсінеді, сезінеді деген еді. Сондықтан Оразов жаман матч өткізген жоқ. Бірақ жалпы оны артқы жартылай қорғаушы ретінде болашақта құрамада ұстау аса бір тиімді бола қоймасау деген ой бар. Әрине Лихтенштейнмен ойында алдағы Солтүстік Македония, одан қайтадан Уэльс, сондай-ақ Бельгиямен екі ойын жағдайында дәл осы орынға пайдалана қоюға болмас. Бірақ дегенмен жалпы бір жұлдызы жанып, бір артқы жартылай қорғаушы Қазақстан чемпионатында бой көрсетпесе, әзірше осылайша бір көздердің орнына екіншісін алмастырып жүре тұратын сияқтымыз. Екі вингер орнында қалды, Чесноков пен Самородов. Атап айтқанымыздай, Самородов пен Вараговский кей сәттерде бір-біріне кедергі жасағанмен де жалпы оң қапталдағы Сұлтанбек Астанов пен Чесноков та еңбектен алған жоқ. Әсіресе ойынның алғашқы минуттарында тіпті Қазақстанның ойыны қожырап бара жатқан сәтте осы Астанов пен Чесноковтың тәуір ойыны кішкене бізді қайта-қайта ойынға оралтып тұрды десек болады. Және жаңа айтып өткеніміздей, оң қапталдан Быстров шабуыл бастап беріп, өзі қайта келіп кәдімгі вингерлердің санын арттырып жібергенде біздің бірінші голды соққанымыз да сол. Жалпы бірінші таймда аса бір көрнекті деуге келмейді, бірақ барлығын осы бірінші таймда 42-ші және 45-ші минуттарда соққан екі гол жуып шайды. Бұған дейін Қазақстан құрамасы Лихтенштейннің қақпасына бірде-бір тура соққы бағыттамаған еді. Сондықтан жалпы олқылықтың орнын толтырды деуімізге болады. Ең қызығы, Максим Самородовтың голынан кейін Александр Маришкин көзге түсті, және осы голдан кейін екінші тайм басталғаннан кейін Маришкинде тағы екі мүмкіндік болды. Бұл да бір бапкердің өзіндік бір амал десек болады. Өйткені стандарт жағдайында Маришкин сияқты денелі бойшаң ойыншылардың айып алаңына барып қана қоймай, шабуылды аяқтауға тырысуы қалыпты нәрсе. Өткен ойында Уэльске қарсы ойында біздің қақпамызға орталық қорғаушының гол соғып кеткенінде сондай бір әрекеттерден туындаған жақсы білесіздер. Ал Маришкин сол кездегі қателігін жуып шайғандай болды, және ең қызығы ұлттық құрама сапындағы алғашқы голын соғып отыр. Енді негізі 3 гол деуімізге болады. Енді кішкене мысқыл араластырып та сөйлейік. Өйткені бұған дейін Маришкин өз қақпамызға 2 гол соғып алған еді. Енді міне таза 1 гол қарсыластың қақпасына соғып отыр. Сондықтан 1+2 жағдайында деуімізге болады. Енді осы статистиканы жақсартуға жұмыс істесе артық болмас еді. Тіпті Уэльспен ойында Джеймстің соққан голда Маришкинге тиіп кіріп кеткенін білесіздер. Гол автогол болып саналса, тіпті ол өзіндік антирекордта болатын еді. Бірақ енді мұның бәрі әншейін қарапайым статистика. Ең бастысы Максим Самородовтың осымен екінші голы Қазақстанға жеңіс әкеліп отыр. Естеріңізде болса, солтүстік Ирландияға қарсы Астана аренада өткен ойында 2023 жылы 1 гол соғып жеңіс әкелген еді Максим Самородов. Ал оған дейін Словенияға соққан голы және одан кейінгі Әзербайжанға соққан голы Қазақстанның жеңісіне қызмет ете алмаған болды. Сондықтан міне Самородов 4 гол соғып, ұлттық құрама мергендерінің қатарына ақырындап қосылып келе жатыр. Жалпы стандарттың бәрін осы әсіресе бұрыштамаларға Самородовтың жауапты болуында қызық көрінді. Алғашқы бұрыштамаларды қақпаның жақын бұрышына қайта-қайта көтергенмен ешқандай пайда көрмеген біздің құрама, бірақ артынша кәдімгі алыс бұрышқа тастап ойынның көрігін біраз қыздырғандай болды. Жалпы алғанда енді шабуылға көбірек көзге түскен осы Максим Самородов болды. Біз Дастан Сәтбаевтан негізгі құрамда шыққаннан кейін кәдімгідей дриблингте күттік, былай айтқан кезде шешуші соққыларды да күттік. Бірақ шынында да Дастанның ойын әбден зерттеп алған ба, әлде
Лихтенштейннің денелі қорғаушыларына қарсы қиын болды ма? Дастан аса бір көзге түсе алған жоқ. Бірнеше рет кәдімгідей белсенді шабуылға араласты, 2-3 ойыншыға қатар ұмтылды. Дегенмен 77 минут ішінде Дастан бір өзін бір сиқырлы талант ретінде көрсете алмады демесек те, бұл кәдімгі тәжірибе жинау үшін тамаша ойын болды дейміз. 16 жасында, 17-ге толмаған жасында ұлттық құраманың негізгі құрамында шығу деген бұл үлкен жетістік болса керек. Сондықтан болашақ Челсидің ойыншысы осы ойындардың бәрінен өзіне бір жақсы тәжірибе жинайды деген ойдамыз. Жалпы алған кезде ұлттық құрама жоспарды толықтай орындады. Оның үстіне дәл осы ойынмен қатар өткен Уэльс және Солтүстік Македония ойыны 1-1 есебімен тең аяқталды. Екі команда бір-біріне гол соға алмай, екінші таймның соңында ғана бір-бірінің қақпасын таңбалады. Ең бастысы бұл 1-1 деген есеп бізге аса ыңғайлы. Өйткені көш басындағы Солтүстік Македонияда қазір 4 ұпай бар, Уэльсте 4 ұпай бар. Олар бізден 1 ұпай ғана алды. Бірақ осы біздің топтың негізгі фавориті Бельгия құрамасы әлі іске кіріскен жоқ. Демек, Бельгия іске кіріскенше біраз еңсе түсе болуға болады деген едік, және соны тікелей іске асырды біздің жігіттер. Жалпы алған кезде, осы екі ойын тұрғысынан алған кезде, біз Уэльске қарсы екінші таймда тым қорқа соқтай ойнадық дегенді айтқанбыз. Бұл жолы түгелдей ойын тізгінін қолда ұстады. Біздің жігіттер кәдімгідей Лихтенштейннен өзінің бір бас жоғары команда екенін көрсетті. Ойынның алдындағы баспасөз мәслихатында Лихтенштейн құрамасының бас бапкері біздің команданың әсіресе қапталынан, әсіресе сол қапталынан көбірек қорқатынын айтқан еді. Бірақ бұл жолғы негізгі 2 голдың да оң қапталдан келгенін айтуымыз керек. Әсіресе Быстровтың бірінші таймда шабуылға жақсы араласып, Самаровтың басына дәл түсіріп бергенін айтуымыз керек. Бұл бір жақсы, шынында да былай айтқанда командалық әрекет дегеннен гөрі Быстровтың жеке шеберлігі деуімізге болады. Өйткені ол оң қапталға ойысып бара жатты да, өзімен қапталдасқан 2 қорғаушыны бір ғана түлкі бұлан қимылмен артқа тастап, сол аяқпен алыс бұрышқа өте әдемі асыра салды. Сөйтіп есеп ашылды. Ал екінші гол соғылған сәтте Самародов бұрыштамадан айып добынан әдемі көтеріп берді Маришкинге. Бұл жерде де негізгі шабуылды Быстров бастағанын айтуымыз керек. Демек, Астананың негізгі құрамына іліне алмай жүрген қорғаушысы осы ойында бір тікелей пас шығарып беріп, бір жасырын пас шығарып беріп, ойынның қаһармандарының біріне айналды деуімізге болады. Жалпы алғанда осы 3 ұпайға аса бір қатты көңіл тоғайтып та отырмағанымыз белгілі, және жерге қарап жанарымызбен жер шұқып тұрмағанымыз да белгілі. Бірақ негізгі күштің бәрі енді жаздағы бір матчқа, сондай-ақ күздегі бірнеше матчқа қатар жайылатынын айтуымыз керек. Естеріңізге сала кетейік, келесі ойын бізде 9 маусымда Солтүстік Македониямен өтеді. Оған дейін 6 маусымдағы күн бос. Демек, біздің Қазақстан футбол федерациясының басшылығы бос қарап жатпай, осы уақытқа бір жақсы қарсылас тауып жолдастық кездесу өткізіп үлгереді деп сенеміз. Оның үстіне бұл ойынның сырт алаңда өткені бізге жақсы болатын еді. Өйткені қалай дегенде де біз Скопьеге барып ойнаймыз осы Македониямен алғашқы матчты. Демек, жалпы ұлттық құраманың жігіттері бабында тонуста болу үшін де сондай бір жолдастық кездесудің керек екені әбден мәлім. Сондықтан жалпы осы Уэльспен және Лихтенштейнмен ойын алдында ұлттық құраманың 10 күн бұрын жиналып жиын өткізуі белгілі бір дәрежеде өзінің әсерін берді, ықпалын тигізді деп те айтуымызға болады. Бірақ Уэльспен ойындағы былай тең ойын алуға болатын жағдайда қорғанысқа тығыла ойнауымызда көп көңілімізді көншітпеген болатын. Ал жалпы Лихтенштейнмен ойында Әлиев қалауынша эксперимент жасады деуімізге болады. Ғалымжан Кенжебек шықты екінші таймда. Айбар Жақсылыққа тағы мүмкіндік берді. Осы тұрғыдан келгенде Абыт Айымбетовтің тәжірибесіз қалған бір түрлі одағайлау қабылдап отырмыз. Бірақ Наурызбек Жагоров сияқты тобылға Атыраудан ауысқан ойыншының сол қапталдағы латерал қызметіне екінші таймда кіріскен, сөйтіп ұлттық құрамада дебют жасағанында ерекше айтуымыз керек. Өйткені жалпы Ян Вараговский осы сол қапталдағы латерал қызметін мойнына алғалы біраз уақыт өтті, және Ян сәл қателессе оның орнын кім басады деп даурыға жөнелетініміз де аян. Тіпті КПЛ-дің бірінші турында Ян қателесіп, оның қапталынан Дастан Сәтбаев Астанаға гол соғып кеткеннен екінші ойынға
ардагер Дмитрий Шамконың да шыққанын білеміз, бірақ Шамконың дәл қазіргі жағдайда құрамаға шақырылмайтынын және білеміз. Сондықтан Жагоровқа да үлкен сенім артылатынын Әлиев осылай аңғартқан сияқты. Алдағы уақытта бәрі де Наурызбектің өзіне байланысты. Бірақ ол бір ғана ерекшелік, тобылда мысалы сол қапталдағы қорғаушы міндетін Роман Асранқұлов атқарады да, Наурызбек сәл алда ойнайды. Демек, оның клубтағы функциясы бөлек және ұлттық құрамадағы функциясы сәл бөлектеу болып тұр, бірақ жалпы МББ ойыншы ретінде және ең бастысы Самдағай жылдам ойыншы ретінде Наурызбек Әли Әлиевтің талаптарын өте жақсы түсінеді деген ойдамыз. Жалпы алған кезде негізгі күшті Қазақстан құрамасы жаздағы бір ойынға және күздегі Бельгиядан басталып, енді Уэльспен алғашқы кездесу, содан кейін Бельгиямен екі кездесу, Солтүстік Македония, сосын Лихтенштейнмен ойын. Бұл жердегі басты мәселе Қазақстан құрамасы осы топтағы ойындарын барлық құрамадан бір тур бұрын аяқтайды. Яғни біз 15 қарашада соңғы ойынды өткіземіз, ал біздің қарсыластарымыз Уэльсте, Бельгияда, Лихтенштейнде, Солтүстік Македония соңғы турды 18 қарашада ойнайды. Демек, Қазақстан өзінің егер амбициясы болатын болса, үміті, намысы болатын болса, осы 15 қарашаға дейінгі барлық мәселені толықтай шешіп қоюға тиіс. Әрине Доминико Тедеско кетіп, орнына жаңа бапкер тізгін ұстаған Уэльс құрамасымен қазір тең жағдайда ойнау қиын болар. Өйткені Уэльс құрамасы өздеріңіз білесіздер, Ұлттар лигасының плей-оффында бірінші ойында Украинадан 1-0 есебімен жеңіліп қалғанына қарамастан, екінші ойында Таразбасын түгелдей өзіне аударылды, яғни 3-0 есебімен жеңді. Демек, бұл команданың тәжірибесі де, мінезі де жеткілікті екенін көріп отырмыз. Бірақ өздеріңіз жақсы білесіздер, 2008 жылғы Еуропа чемпионатына іріктеу кезеңінде біз осы құрамамен 0-0 және 2-2 есебімен алғашқы ойындарды 2 рет тең ойнағанбыз. Неге ең құрмасы сондай нәтижені қайталауға тырыспасқа деген ой келеді. Демек, біз командамыз Уэльстен жеңіліп, Лихтенштейн жеңілгенде Әли Әлиевке бапкер ретінде, толық жанкүйер ретінде баға бере алмасақ та, жалпы алдағы ойындарға үмітпен қарайтынымыз сөзсіз. Енді әрине журналистік ортадан болсын, жанкүйерлердің ортасынан болсын, біз әзірше үлкен турнирлер туралы аңсаудың қажеті жоқ. Магомед Әдиев құраманың тізгінін ұстаған кезде Еуропа чемпионатына шыға жаздап қалғанымыз ол бір сәттік қана нәтиже болды. Бұдан ары қарай біздің осы жүрген көш соңында немесе көш ортасында шаң қауып дейтіндей де ойлар айтылып жатыр, бірақ бәрібір үмітсіз шайтан. Сондықтан біз құраманың қандай жағдайда тілекшісі болып қала береміз, және ең бастысы Әли Әлиев құрамаға кәдімгідей жастарды көбірек тартуға тырысып жатыр. Жаңа айтып өткенімізде Жагоров, Кенжебек, Сәтбаевтар шығып отыр. Сұлтанбек Астан мысалы ұлттық құрамадағы бар жоқ 6-шы матчын өткізіп жатыр. Сондай-ақ Сейсеннің де негізгі құрамда шығуы жастарға сенім артқанның белгісі болып саналады. Енді алдағы ойындарға қарсы құраманың бапкерлері тағы да КПЛ-ді жіті бақылап, сондай-ақ сыртта ойнап жүрген жігіттердің де қадамнан көз алмайтыны анық. Әрине өкінішке қарай осы екі ойынға Бақтияр Зайнутдинов мүлде дайын болмай қалды жарақатына байланысты, және сыртта ойнап жүрген легионерлеріміздің барлығы дерлік қосал құрамда отыр. Ғалымжан Кенжебек те, Абат Айымбетов те, Нұралы Әліп те. Нұралы Әліп бір ойында негізгі құрамда шықса, бір ойында қосал құрамнан ілініп жүр деген сияқты. Тіпті соңғы Спартакқа қарсы ойында алаңға мүлде шыққан жоқ. Міне осының бәрі ұлттық құрамаға тікелей әсерін, тіпті зиянын да тигізетіні сөзсіз. Сондықтан жалпы кез келген ойыншының қай клубта, қай елде ойнаса да Әлиевтің назарынан тыс қалмайтынына әбден сенеміз. Жалпы алғанда Қазақстан құрамасы осы әлем чемпионаттарына іріктеу кезеңінде 4 рет қана жеңіске жетті. Осымен оның барлығы да футбол тілімен айтқанда ергежейлі қарсыластар. Андорраны 2 рет жеңдік 2008-9 жылдар, одан кейін Фарирді жеңдік. Тіпті Фарирді жеңген кезде біздің ұлттық құраманың бас бапкері Мирослав Бераник дейтін чех маманы еді. Сол кезде Беняминсен деген ойыншыдан, әлде Фредриксен ойыншының атын нақты есімде жоқ, гол жіберіп алып, ары қарай Қайрат Нұрдәулетов пенальтиден есептен кестірді. Содан кейін
ауысып шыққан Фенонченко жеңіс голын соққан кезде кәдімгідей құдды бір әлем чемпиондарын жеңгендей алақайлағанымыз есте. Бірақ Фарерге барған кезде 1-1 есебімен тең ойнап қалғанбыз. Сондықтан сол команданы бір жігерсіз, мінезсіз команда деп айдарлаған едік. Бірақ содан кейін сондай жеңіске де зар болып қалған жағдайымыз бар. Одан кейін біздің ұлттық құраманың тізгінін әлем чемпионаттарының іріктеу кезеңінде Талғат Байсуфинов 2 рет ұстады, Михал Билек 1 рет ұстады. Одан кейін арасында бір Александр Бородюктың да ұстаған кезі болды. Сөйтіп осы мамандардың ешқайсысы да жеңіске жете алмаған еді. Міне ергежейлі команданың болса да Әлиев жеңіп, оның 2 жылға жуық уақытта жеңісті өз ауламызға алып келіп отыр. Сондықтан ол қысынбайық, алдағы күндерден жеңіс күтейік. Ең бастысы Солтүстік Македониямен 9 маусымда ойнайтынымызды айттық. Бұған дейін біздің құрама бұл командамен сырт алаңда жолдастық кездесуде 0-4 есебімен жеңілген еді. Енді шынында да статистикаға да өзгеріс енгізуге мүмкіндік болатын шығар. Ең бастысы қорқақ футбол ойнамасақ болды. Ең бастысы осы матчтағыдай, Лихтенштейнмен ойындағыдай бірінші таймда 2-ақ тура соққы бағыттадық, 2-і де голға айналды. Ал екінші таймда 3 тура соққы бағыттадық және жалпы соққыларымыздың саны 18-ге жетті, бірақ одан эффект, яғни тиімділік 0-ге тең болды. Сондықтан осының бәрін сараптай келе бапкерлер құрамы мынау Әлиев бастаған, Нұрбол Жұмасқалиев, Елдос Ахмет қоштаған жігіттер барлығынан да дұрыс қорытынды шығарады деген ойдамыз. Ең бастысы біз жазға дейінгі 2 айдан астам уақытта КПЛ-дан жаңа есімдер күтеміз және ол есімдердің көбінше орталық алаң мен орталық қорғаныс шебіне тиісті болғанын қалайтын едік. Яғни осы жолы Жұмахановты көбірек күттік, бірақ бәрібір Быстровқа сенім артып отыр. Демек, Әлиевтің де көбінше прагматик бапкер екенін осыдан мойындауымызға тура келеді. Жалпы 2 ойын туралы айтар шолуымыз осы. Аса алақайлап бөркімізді аспанға атып та кетпейміз. Уэльстен жеңілдік, тағы бір ергежейлі команданы ұтқанымызға неге мәз боламыз деп жігерімізді де жасытпаймыз. Барды бар күйінше қабылдаймыз. Оның үстіне біздің қарсыластар да мүмкіндік беріп отыр. Сол мүмкіндікті сәтті пайдалануға тырысамыз деп ойлаймыз. Аман сау болыңыздар.